Turkiyadagi eng taniqli imoratlarning biri артындағы Айя София. Бұны 537 жылы Византия императоры құрған. Кейін 1453 жылы Фатих Мехмед Сұлтан Константинопольді, яғни қазіргі осы жерінде полис келіп, съемканың беліне өтеді. Фото, видео түсіруге болады, бірақ сол видеода адамның өзін көрсетіп жүріп, мағлұмат беруге болмайды дейді, мағлұмат видео таярлауға. Болмаса болмай қойсын деп, мағлұматты былайынша береміз. 1453 жылы Фатих Мехмед Сұлтан Константинопольда, яғни қазіргі Истанбулды фатх қылады, иелеп алады. Содан кейін Айя Софияны мешітке айландырады. Сол Мехмед Сұлтан Эртоғрул Османлардың ауладынан жүзі көп үлкен істер қылған, кейінгі видеоларда да көріп барасыз. Одан кейін 1935 жылы Мустафа Кемал Ататүрк Айя Софияны музейге айландырады. Кейін жақында 2020 жылы Реджеп Тайип Эрдоған Айя Софияны және мешітке айландырады. Қазіргі уақытта мешіт болып, һәм және музей болып салып бармақта. Айя София дегенде көпшілік Софияны қыздың аты деп ойлайды екен. Бірақ София деген хикмет деген мәнін білдіреді, даналық, хикмет. Айя София деген мұқаддес хикмет деген мәнін білдіреді екен. Кейін бұл Айя Софияның көлеміне келетін болсақ, ұзынлығы 82 метр, ені 73 метр, биіктігі бойына 55-56 метр екен. Күмбезінің диаметрі 31 метр. Айя Софияның ішіндеміз. Жаңа намаз оқыған уақытта туристларды кіргізбей тұрды. Намаз оқып алған ең және кіргіз бастады туристларды. Әзірде ремонт болып отырған екен ішінде. Бұл имараттың ойландыратын жері 537 жылы осындай имарат салуға мүмкін болған екен. Ол уақытлары кран болмаған, әзіргідей техникалар болмаған, бірақ сонда да осындай үлкен имарат салуға мүмкін болған. Топкапы сарайына келдік. Бұл территория дым үлкен екен. Әзір осы жерден ауызына кіріп атырмыз. Осы макеті. Біздер бәріне кіріп үлгермейміз. Үлгергенімізше айналып шығамыз. Алдынлары еш сериал көрмей тұғын едім. Қызық көрген екі сериал бар. Енді болам екеуі ізбейіз. Біріншісі Дирилиш Эртоғрул, екіншісі Курулуш Осман. Османский империяның тикарын салушылары, әкесі мен баласы. Егер көргендер болса, комментте жазып кетің. Сұлтанлардың киген киімдерін сақлап қойған екен.
патшалардың қылышлары, жүзіклері, олардан бәрін сақлап қойған екен. Сарайдың балконындамыз. Осы жерде тұрып, сұлтанлар әтрапты күзеткен, сол келген меймандармен сөйлескен. Бұл сарайды 1460 жылы Сұлтан Мехмет құрдырған екен. Содан бастап 400 жыл давамында Османский империяның сол жерден басқарған патшалар, сұлтанлар. Сонша сұлтанлардың, патшалардың жүрген жерлерінде, жасаған жерлерінде жүрміз біздер. Ажайып.